көңіл-күй қалай? Күш деген жетеді, ананы бүйтіп басынан қыса салсам миын шашып тастайды. Рух жоқ. Тұлпарлар шапсын! Құрметті ағайын, құрметті қазақстандықтар, отыра беріңіздер. Енді кәсіп деген не? Кәсіп үш түрден тұрады. Біреуі сауда. Бір нәрсені алып бір жерге сату, солай ма? Екіншісі өндіріс. Бір затты өндіру. Киім тігесің ба, ауыл шаруашылығымен айналысасың ба, құрылыс жасайсың ба, бірнеке өндіру. Үшіншісі бір қызмет көрсету. Үш түрден тұрады. Үш түрден тұрады. Дәл қазір, және ол енді кәсіп деген не деген кезде, саған клиент бар болса, тұтынушы бар болса, сенде кәсіп бар. Қолынан келетін нәрсе болса, клиент бар болса, ол кәсіп басталды деген сөз да. Сондықтан 99% үлкен проблема, кәсібі барлар айтады, шектеу не дегенде, менде немене жоқ деген сөз. Клиент жоқ болса, ең үлкен шектеу сол. Қазір бір 2 сағаттың ішінде саласы жоқ адамға сала тауып, соған клиент әкеліп, бизнесін осы жерде бастап береміз. Принципі алғаш табысында табады. Давай, ұстаңдар. Кел ағай, кел тез. Өзіңді ашып аласың ба, көзіңді жұмып аласың ба, ала сал, кез келгенін ала сал, қолыңнан келген. Енді оқып жібер, қандай кәсіп? Суточный квартира жалға беруді. Қазір жігіттер айтады, бірге жұмыс істейсің, мынаны істейсің. Жақсы ма? Давай. Микрофон беріңдер. Жеттім деп айталам. Айтаушы, атың кім? Ерасыл. Ерасыл, сен 42-де оқыдың? 42-де оқыдым, Мен сені қалай көрмедім, сен сияқты жүдеу жігітті. Шын оқыды ма? Онбаса? Кешірім сұрайым, қалжында тұрым. Сенде болды ма өзіңе деген сенімсіздік? Кім жіберді сені Аламанға? Мен Аламанға бір күн қалған кезде көріп жүретін басында, өзімді армандап жүрдің, армандап. Шектеп, бүйтіп өзімді бүйтіп сырып тастап, әр ағым сайын өзім шектеп жүрдім. Жасың нешеде? 15-те. Ой, көп көрін жігітсің. Сонан кейін не өзгерді, қанша табысты? Немен айналысып жатсың, қанша табыс таптың, не көмектесті? Қазіргі таңда өзім басында бытовой техникамен кірдім. Бытовой техникамен кіріп, 1-2 апта дұрыс емес құралдарды меңгермегендіктен дұрыс істей алмай, одан кейін өзім дропшиппинговый компания сияқты қылып өзім аштым Instagram арқылы. Сол арқылы Аламанның 2 айда 360 000-мен аяқтадым Аламанды. Молодец. Ал не көмектесті? Маған көмектескен офер, 8 құралдың барлығы көмектесті ғой. Ең бастысы офер, OLX, дұрыс жарнама салу. Таргет сайт жасадың ба? Таргет сайт жасадым, таргет реклама бердік. Қазір мектепте оқып жүрсің сен әлі? Иә, мектепте. Нешінші сыныпта? 10-шы класс. Күзде оқисың ба, не істейсің? Ойланып қалдым. Жақсы, молодец, давай. Кім? Бегарс. Бұрын жасың нешеде? 18-де. 18-де? Инстаграмды сәл таргет реклама жіберіп білетін, но там қорқыныш болды. Қорқыныш болды сен. Мен қолымнан келем. Қорқыныш деген не екен сонымен? Соған көзің жетті ме? Қорқыныш деген не? Біз иттен қорқамыз. Қауы болам екен деп. Биіктен секіруден қорқамыз. Аяғым сынып кетем екен деп. Қараңғы бір жерге кіруге қорқамыз. Бірдеңке бар ма деген сияқты да. Ал бизнесте мысалы ешкім сенің шашыңды, басыңды кесіп алмайды, пышақ салып алмайды, аяғыңды сындырмайды да. Ол не екен қорқыныш? Қорқыныш деген жай ғана ол мидағы ой екен ғой. Ой екен. Қалай құтылдың содан? Осында айтқанды бірге жасадым. Сонымен қанша табыс таптың? 382. Енді қазір осы отырған құрметті көрермендер, егер де титтей күмәндарыңыз болатын болса, сендер дәлелдеп көрсете ала ма? Каспий голдын көрсетіп, инстаграмдарын жүргізіп отырсыздар ма? Мынандай сұрақ, кез келген адам кәсіпкер болып кете ала ма? Оған мен бірден басына сұрақ қойдым да, кәсіпкер деген бизнесмен, қазақша кәсіпкер, ол кім дегенде? Ол қолдан бір іс келетін адам, жұмыс басты еркек, жұмыс басты әйел. Кез келген адам бір істі істей алса, ол кәсіпкер деген сөз. Онда мынандай сұрақ, олай болған кезде неге ол осы кәсіпкерлік деген кереметтей нәрсе болса, егемендік береді, және де қалағанша табыс табатын болса, және оны кез келген адам істеп кете алса, неге барлық адамдар кәсіпкер болып кетпейді деген сұрақ туады. Солай ғой? Неге барлық адамдар неге кәсіпкер болып кетпейді? Оған белгілі бір шектеулер бар. Бүгін сол жайлы әңгіме болады.
Одан кейін көкейіңізге келген, көкейлеріңде тұрған сұрақты қойып отырыңдар, онлайндықтарда қойып отырыңдар, маған айтып отырады, мен сол сұрақтарға жауап беріп отырам, және осы жерде кез келген адамның кәсіпкер болып кете алатынын, осы алдағы бір 2-3 сағат, мүмкін 4 сағаттың ішінде мен сіздерге бір осы сахнада дәлелдеп беремін. Біреу қорқып келген, осы бір 8-9 түрлі шектеу бар. Егемендік, басыңа егемендік алып, мол табысқа жетудегі санадағы бір 7-8 түрлі шектеулі бар да. Біреу бағана айттым, өзіңе деген сенімсіздік, біреу айтады, уақыт жоқ, біреу бастап капитал жоқ, біреу жұмыстан айырылып қалам дейді. Қандай шектеумен келдіңдер, не шешілді? Жалпы 42-де оқыңдар ғой да? Сәлемет пе? Қалдарың қалай? Менің атым Айжан. Осы 42-ші Жақын ұстап қалайсыз да? Жалшылық қызметте істеймін, енді әлі күн шейін. Әлі істеп жүрсің бе? Иә, сізді 2018-ден бері оқуға келем дегенде үйдегілер болмайды, ол өтірік. Лақатырған? Иә, әшейін ақшаңды бересің, қайтасың. Ал бірақ жан жағымдағы адамдар, әке-шешем, ағайындарым ешкім ешқашан кәсіп істемеген. Сосын жалшылық Көрермендердің онлайн көріп отырғандардың бәрін көкейінде бір шақ сұрақ тұрады. Айналайын қанша ақша таптың? Немен айналыстың? Және қалай жасап кеттің сен осы 2 айдың ішінде деген осы 3 сұраққа жауап іздеп отырсыңдар ғой, солай ғой? Соны айтып берші. Зарплатам енді сол жалшылықта 150 мың теңге, 170 мың теңге болды. Осы жерге келіп, жаңағы жай ғана бізге бетін ғана, енді бәрін түсіндіріп айтты, соның бетін ғана алып, әшейін OLX-қа салдым, қалай жаз деді, соны жаздым, психологияны түсіндім, сөйтіп жаңағы 170 мың емес, әшейін 300 мың теңгені таптым. Бір қазақтың қызы жалшылықтан кетуге біраз ғана қадам қалды. Айта ғой. Саламатсыздар ма? Атым Жазира, 42-ші ағымның шабандозымын. 42-ші ағымды 470 мыңмен аяқтадым. Немен айналыстың, білімі қандай? Менікі бухгалтерлік қызмет онлайн түрде. Бухгалтерлік қызмет. Бухгалтерлік қызмет көрсем, онлайн түрде үйден шықпай-ақ, үйде отырып, компьютердің алдында жұмыс жасаймын. Негізінде оған дейін тоже жалақыға жұмыс істедім, 150 мың теңге алып отырып, одан кейін декретке шығып, осы бірдеңкемен айналысуым керек негізінде деп. Бірақ та аламанды мен емес, күйеуім таңдап берді, сен осыған барып оқы, сол арқылы ақшамды жаңағы өзі төлеп жіберген болатын. Ол кісінің ақшасын 2 аптадан кейін, 2 апта аламанның 2-ші аптасында шығарып бердім сразу 150 мың теңгесін. Тамаша. Саламатсыздар ма? Кеш жарық баршаңызға. Мен 42-ші ағымның шабандозымын. Қанша табыспен аяқтадың? Кеш 60 күн болды ғой міне. Кешім алдың. Мен кешегі өткенде банкетте 1 миллион 280 мың болған. Бүгінгі кешегі табысыммен заказым түсті. Өткендегі өзім 2 бизнесім бар тағы да. Өзім жеке кәсібім бар. 3 жұмысты қатар алып жүрмін мен қазір. Дәрігерсіз емделіп шықты. Міне біздің куратор, тренер 14 жаста Ақдәулет Қызылордадан ата-анасын көшіріп алып келді. Осы жақтан ата-анасына кәсіп жасап, өзі кәсіп жасап, және біздің 14 жасар бизнес тренер. Өзің жайлы қысқаша айтып кетші. Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен осы аламанға келдім, осы аламанды көріп жүргеніме 3 жылдан асты. Жалпы осы аламанға келмес бұрын маған қымбат болды, және осы аламанның бағасы қымбат болды, бірақ мен берілетін білімді білген жоқпын. Осы жаққа мен 40-ші ағымда келмек болған, бірақ карантин болғандықтан папамдар жібермеді. Жай қазір 41-ші ағымға бардым және бизнес жасадым. СММ-ді толық меңгердім. Сол бойынша жұмыс істеп, айлық табысым 1,5 миллион теңге. Қанша? 1,5 миллион. 1,5 миллион теңге. Ақдәулет. Мен біздің жасағымызда жүреді ғой енді. Жүреді, осы жақта аралап жүреді. Мен көбіне айтам, мынау кішкентай бала деп көбі менсінбейді ғой, тыңдамайды ғана ма. Ана жол кіріп келе жатып, осыдан 1 апта бұрын айтам, Ақдәулет, қашан үйіңе қайтасың, тексересің дейді, әкешемді көшіріп алдым дейді. Кім шешім қабылдады десем, мен шешім қабылдадым дейді. Әкем де шешем де бизнес жасап жатыр, қазір мысалы немеден көріп отыр. Айтам, табысың дәлелдей аласың ба? Дәлелдеймін, міне Каспий Голд, міне Инстаграм. Мысалы, міне 11 жыл болды ма айналысып жүргенге де? Қазір немен айналысасың, атаның немен айналысады? Қайда көшіріп әкелдің? Осы Алматы қаласына, Шаңырақ микрорайонына. Жалпы қазіргі таңда мен СММ маманмын, маркетологпын, таргет жағымен СММ
аккаунттар алып жүргіземін. Және мамам қазір тігін цехын ашып жатырмыз. Және папам птиц фабрикамен айналысып жатыр. Кім айналысты? Кім? Біреу айта ала ма өзді? Әскербек, давай. Сен де бір микрофон ал. Давай. Кімдікі Дәулет қой, квартиршы, Дулат, квартиршы тауған. Әрине бар, жаңа OLX-ке объявление бердік, офер жазып деген сияқты, суточная квартира болатын. И потом біз тек қана телефонмен сөйлесіп, клиент тауып береміз, жай ғана. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен осы күнге дейін ойлайтынмын, бизнес бастау үшін бизнеске ақша салу керек, 10 мың теңге салсаң 100 мың теңге аласың, 100 мың теңге салсаң миллион аласың, миллион салсаң 10 миллион аласың деп ойлайтынмын осы күнге дейін. Бірақ енді анық көзім жетті, ақша салмай бастап кетуге болады екен кәсіпті. Осы арқылы біз каждый квартирадан уже звоноктар түсіп жатыр, өзім сөйлесе алмай қалып жатыр, мен де енді бастап жатқансың ба. Бір-ақ сағаттың ішінде көзің жетті ғой. Иә, көзім жетті. 1000-2000 мың теңгеден каждый квартирадан үстінен көріп отырмыз қазір. Күніне бір 20-30 мың теңге табуға бола ма екен? Иә, бұйырса жақсы сөйлесіп бастасақ, әрине болады. Міне күніне бір 20 мың теңге тапсаң, 30 күннің ішінде 600 мың теңге. Солай ғой? Иә, әрине. Саған. Маған қойылған талап мишка болды. Касалап, жасалған талап OLX-қа офер жазып, барлығын клиентке түсінікті қылып жазып, объявление бердік, бірақ әзірге заказ болмады. Заказ түскен жоқ. Заказ түскен жоқ әзірге. Номерін, және бұнда конкуренция бар біраз екен. Бірақ және номерін қарастырғанбыз, OLX-тан іздеп қарайық, бір цифрасын өздері жаздыртқанбыз. Сондағы бір цифра қате кетіп қапты. 16, және атын неме? Алмас. Иә, өзгерттің ғой? Номерді өзгерттім. Иә, өйткені соңғы цифрасын қате жазып қойды. Керек. Ну, нөмірін өзгертсең, давай отыра тұр, сен отыра тұр да, сен телефонмен отыра тұр, 1 сағаттың ішінде тағы да көреміз. Бұл енді 1 сағаттың ішінде, әрине 60 күннің ішінде оның әкесіне нәрсені жасауға болады. 1 сағаттың ішінде жіберген нәрсе де, енді өзі жазып, бір офер емес, 50 офер жазып, 1 күннің ішінде, соның 5-еуін ақылы 45-ін неменеге жіберсе, тегін аланға. Және бір емес, 10 саланы таңдау керек. 10 саладан ештеңе шықпады ма, келесі 10 сала. Одан шықпаса келесі 10 сала. Егер саудамен айналсаң 1000 түрлі зат бар. Егер саудамен айналсаң келмесе 500 түрлі қызмет түрі бар. 100 түрлі өндіріс түрі бар. Соның ішінен бір аптаның ішінде, жаңа 1 айналып, 2 айналып, 3 айналған кезде міндетті түрде аламан жайыр білгілеріңіз келе ме? Жақсы, енді соны айтайық енді. Әр салаға, әрбір салаға мынандай сұрақтарға жауап береміз. Қанша қаражатпен бастау керек? Айталық, мынандай сала, массажный салон ашу, бала оқыту салон ашу, жаңақса турба жасау, ананы жасау, бесік жасау, көбі жасау деген сияқты да. Соған қанша қаражат керек? Оның заттың өзіндік құны қандай болады? Сатылынғанда қанша сата аласың? Қайдан үйренесің? Оны жаңағы жасауды кім саған үйретіп береді, соны көрсетеміз. Және кімнен үйренуге болады? Осы сұрақтардың бәріне, әрқайсына, әрбір салаға осындай жауап ала аласыздар да. Өнетін өнім деген өнетін, мынау дән өне ме, өнбей ме? Соны 6 шартқа жауап беретін нәрсені таңдап аламыз. Сонымен шешім қабылдағандарды біз 26 күні құшағымызды жайып бүкіл Қазақстаннан қарсы аламыз. 43 ағымда біз мәлімдеме официальный түрде мен Инстаграмға күн сайын қанша адам қатынасты, қанша адам саласын таңдады, қанша адам әлі таңдайлымы жатыр, мен бүкіл халықтың алдында есеп беріп отыратын боламын. Және де мен өзім саналы түрде 100% сенімдімін. Қазақстанның нарқы кәсіби адамдарға, дұрыс жасаған адамдарға нарық бос, бәрлерін кәсіпкер болып, өмірге тәуелсіздік алуға, еркін адам болуға лайықтысыңдар, солай болып, өмір сүруге лайықтысыңдар. Барлық қазақ байда бақуатты болсын деп бүгінгі мастер-классымызды осымен аяқтаймыз. Намысын тұр қамшылап шабандоздарың, ұйықтап жатқан рухымды қайта қозғадың. Ел мен жердің иесі, кәсіпкер болам, көріп алдым маңдайға, тағдыр